Саламатсыздарма? Қош келдіңіз Бисмарт тіл оқу орталығының сабақтарына. Бүгінгі онлайн сабағымызда to be көмекші етістігінің үш жақтағы формасына өтеміз. Бірінші сабағымыз to be in present tense. To be'нің ош жақтағы формасы. To be'нің ош жақтағы формасы үшеу: am, is, are. Am, is, are ош жақты білдіреді. Am тек қана айға істетіледі. Мысалы үшін I am. Is біз тек қана жекеше түрлерге істетеміз, яғни қазақ тіліндегі үшінші жаққа. He is, she is, it is, my dad is, Jack is. Are бұл көпше түрлерге істетіледі. Are, we are, you are, they are, boys are. Ал енді мысал ретінде бір мысал бере салайық. I am in Шымкент. Мен Шымкенттемін. Ал егер сіз осы сөйлемде келіңіз, алып тастайық мына am-ді. am-ді істетпей сіз сөйлейтін болсаңыз, ағылшындар қай жақта сөйлеп жатқаныңызды білмей қалады. Мысал, I in Шымкент. Мен Шымкенттемін дегенін білдіреді. Ал бірақ қашан Шымкентте болдыңыз, қай кезде болдыңыз, ағылшындар түсінбейді. Am is аның өзінің аудармасы жоқ. Бірақ бұлар сөйлемде осы шақты анықтап беру үшін қолданылады. Яғни қашан қолданылады? Егер сөйлеміңізде етістік болмаған жағдайда, сіз міндетті түрде осы шақты am, is аның біреуін қолдануыңызға тура келеді. Ал бізде үш сөйлемде қалай қолдау керектігін мына жерде көрсетіп қойылған. Affirmative болымды сөйлем, negative болымсыз, interrogative сұраулы сөйлемдерді қалай жасалады. I am at home, яғни am екінші орында тұр. Көріп тұрғаныңыздай am, is, are сөйлемде қай орында тұр? Екінші орында келеді. He is at home, she is at home, it is at home. Енді негатив болымсыз сөйлемде am, is, are'дан соң not дегенді қоямыз. I am not at home, he isn't at home, she isn't at home, it isn't at home, we aren't at home, they aren't at home. Осы сияқты. Ал interrogative сұраулы сөйлемді көріп тұрғаныңыздай am, is, are барлығынан алдыңға шыққан. Сіз сұрақ бергенде ағылшын тілінде көмекші етістіктерді осында алдыңға шығарумен сұрақ бере аласыз. Am I at home? Мен үйдемін ба? Is he at home? Ол үйде ма деген секілді. Ал I am-дің қысқа түрі мынандай жазылады. He is, she is, it is-дің қысқа түрдегі болымды сөйлемдегі түрі. We are, you are, they are-ның қысқа түрдегі болымды сөйлемдегі түрі. Осындай түрде сіз қысқартырып сөйлей аласыз және жаза аласыз. Ал біз сіздерге қағаздарыңызға берілген тақырып бойынша, ол жерде сізде мынандай мысалдар бар. Қолдарыңызда осы мысалдарды, жаттығуларды істеуіңіз керек. Қазірше сіз паузаны басыңыз, қағазыңызда мынандай нелер бар, жаттығулар, соны жаттығуды орындай бастаңыз. Бұл жерде не істеу керек? Бұл жерде бірінші жаттығуда am, is, аны нүктелерге қойып шығуымыз керек. Мысал, айға не істетіледі? Am, my father, менің әкем. Бұл жекеше түр. Менің әкелерім деп жатқан жоқ, дұрыс па? Жекеше түр болғандықтан біз жекеше түрге бұл жерге is қоямыз. Мән беріңіз, зат есіміңіз жекеше түр болса is қойыңыз, I болатын болса am қойыңыз, көпше түр болатын болса a қойыңыз. Ал
келесі жаттығуды сіз сөйлемдерді ағылшын тілінге аударуыңыз керек. Сізде орыс тілінде беріп қойған, мән беріңіз, болымды ма сөйлеміңіз, болымсыз ба, немесе сұрау ма. Формулаларға қарап, болымды, болымсыз, сұраулы сөйлемдердің қалай жасалу керектігін алдыңғы тақырыпты көріп аударыңыз. Қазірше паузаны басыңызда жаттығуларды орындаңыз. Орындап болғаннан кейін жауаптарды тексеруге болады. Ал кеттік. Енді біз жауаптарыңызды тексереміз. Жақсылап қарап алыңыз, қызыл ручканы алып алыңыз, өзіңіз тексеруге әрекет қылыңыз. I am a pupil. My father is not a teacher. He is a scientist. Is your aunt a doctor? Yes, she is. Are they at home? No, they are not at home. They are at work. My brother is a worker. He is at work. Осы секілді эмизалар дұрыстап шығыңыз. Келесі ағылшын тілінге аударуымыз керек еді. I am a pupil. I am at school. Екінші сөйлем. My brother is an artist. He is not an engineer. Үшінші сөйлем. My sister is at work. She is a doctor. Төртінші сөйлем. He is a student. Бесінші сөйлем. Are you a student? No, I'm not. My sister is at home. We are not at school. We are at home. Жақсылап асықпай тексеріп алыңыз, паузаны қойып, үлгермей жатқан болсаңыз, сосын келесі тақырыпты бастаймыз. Ал енді біздің келесі тақырып to be-ның өткен шақтағы формасы. To be in past tense. Past tense өткен шақ деген. To be-ның өткен шақтағы көріп тұрғаныңыздай екі формасы бар. Was, яғни were. Was, қазақ тілінде еді деп аударылады. Орыс тілінде was, был, была, ның аудармасы были. Was тек қана жекеше түрлерге істетіледі. Мысал, мен, мен, ол, менің әкем, Джек деген сияқты барлық жекеше түрлерге. I was at home yesterday. He wasn't at home yesterday. Мен кеше үйде болдым десеңіз, was болады. Мысал, тағы да басқа мысалдар бар. Мен кеше Астанада болдым десеңіз, I was in Астана. He was in Астана. She was in Астана. Осы секілді кете береді. Ал келіңіздер, көпше түрге өтейік. Көпше түрде were болады. We were in Шымкент. You were in Ташкент. They were in Астана. Сияқты. Мы были в Шымкенте. Вы были в Ташкенте. Біз Шымкентте болдық. Сіз Ташкентте болдыңыз. Сіз Астанада болдыңыз деген сияқты. Орыс тілінде көріп тұрғаныздай, were-ні, was-дың аудармасını орыс тілде білсеңіз, біздің жаттығуларды немесе ойыңыздағы сөйлемдерді аудару өте оңай болады. Were дегені были, was дегені был, было. Осы сөйлемдердің аудармасын білгеніңізден соң, сіз қорықпай was және were-ні қоя аласыз. Ал өткен шақты білдіретін біздің уақыт көмеш сөздеріміз бар. Олар yesterday, вчера, кеше, the day before yesterday, позавчера, last day, last week, last month, last year, прошлый день, неделя, месяц, год, өткен күн, апта, ай, жыл, ago, назад, 2 days ago, 2 дня назад, 2 күн бұрын, before, раньше, алдын. Бұл сөздер сіздерге, мысал, сөйлемде to be-ның үш шақты формасына қойыңыз деп жатқанымызда, сөйлемде егер осы өткен шақтың сөздерін көретін болсаңыз, қорықпай сөйлемде нені қолдайсыз? Was, оны
қолдай беріңіз, бірақ мән беріңіз. Көпше тұрма, жекеше тұрма соларға. Ал енді біз болымды және тағы да бізде болымсыз сұрақ сөйлемдерді қалай жасалу, қалай аударамыз сөйлемдерді қазір мен сізге үйретем. Болымды сөйлемде аудару үшін subject, яғни зат есім келеді. Зат есімнен кейін was немесе were'ні таңдайсыз. Егер зат есіміңіз жекеше тұр болса, was'ды қойыңыз, көпше тұр болса, were'ні қойып, сосын қалған көмекші, мысалы үшін тұрлаусыз мүшелерді, толықтауыш, пысықтауыш, анықтауыш ретінде келетін сөйлем мүшелерді ең соңына қойсаңыз болады. Ал yesterday, last деген сөздерді ең соңына қойыңыз. Осы болымды сөйлем арқылы сіз қағазыңыздағы бірінші және екінші сөйлемдерді аударуға әрекет қылыңыз. Они были докторами, но сейчас они пенсионеры. Он вчера был в Таразе, но сегодня он в Шымкенте. Осы сөйлемдерді абайлап аударыңыз. Себебі бір сөйлемде әрі өткен шақ бар, әрі осы шақ бар. Өткен шақ болса, были болса, быліні қоя саласыз, мысалы үшін, осы шақта болса, абай болыңыз. Яғни біз осы шақта to be-нің am, is, are түрлерін қоюымызға тура келеді. Ал паузаны басып, сіз бірінші және екінші сөйлемдерді аударуға тырысыңыз. Ал кеттік. Біздің болымсыз сөйлеміміз қалай жасалады? Болымсыз сөйлеміміз subject, зат есім. Зат есімнен кейін сіз жекеше ма, көпше ма оған қарап was немесе were'ні таңдап, оныңдан кейін not қойасыз. Одан secondary words, тұрлаусыз мүшелер келеді. Толықтауыш, пысықтауыш, анықтауыш сөйлемдер келеді. Ең соңы уақыт сөздерін қоюыңызға тура келеді. Ал сізде қағазыңызда үшінші және төртінші сөйлемдер болымсыз сөйлемге тиісті. Сіз осы 3 және 4 сөйлемдерді формулаға қарап қоюға әрекет қылыңыз. Паузаны басуды ұмытпаңыз. Келесі сұрау сөйлем. Сұрау сөйлемде сіз білгеніңізде was, were неғылады алдыңға шығады. Одан соң зат есім келеді. Сосын тұрлаусыз мүшелер. Ең соңында уақыт сөздерін қойыңыз. Он строитель или он был строителем. Вчера вы были дома или вы были в Астане. Осы сөйлемді формулаға қарай аударуға тырысыңыз. Қазірше паузаны басыңыз. Ал келіңіз сөйлемдеріңізді дұрыстайық. Тексеріп шығамыз. Бірінші және екінші сөйлемдер. They were doctors, but now they're pensioners. He was in Taraz yesterday, but today he is in Shymkent. Үшінші және төртінші сөйлемдеріңізді тексеріңіз. Коля wasn't a builder, he was an economist. Төртінші сөйлем. John isn't at home, and he wasn't at home yesterday. 5-6 сөйлемдер, сұрақ сөйлемдеріңіз. Is he a builder or was he a builder? 6 сөйлем. Were you at home yesterday or were you in Astana? Асықпай, қызыл ручканы алып, міндетті түрде қателеріңізді қарап шығыңыз, дұрыстаңыз. Паузаны басуды ұмытпаңыз. Біздің ал енді to be-нің үшінші шақтағы, яғни to be in future tense,
to be'нің келер шақтағы формасына өтеміз. To be'нің келер шақта бір ғана формасы бар. Ол да болса will be. Сізде қағазыңызда орыс тілінде жазылған. Имеется одна форма to be в будущем времени. Will be. Will be орыс тілінде будет. Яғни болады деген will be'ні біз барлығыны істетуімізге болады. Қазіргі уақытта алдыңғы бірнеше жыл алдын келер шақтың екі формасы болған. Shall be және will be. Shall be'ні ағылшындар тек қана I мен яғни we-ге істеткен. I shall be, we shall be, I shall be at home tomorrow, we shall be at the cinema tomorrow деген сияқты shall be істеткен. Қазіргі уақытта shall be тіпті қолданылмайды. Біз will be'ні барлық есімдіктерге, зат есімдерге қолдасақ болады. Оның қысқарған түрі. Міне, will be, I'll be, he'll be. Келер шақты білдіретін сөйлемдер. Бұлар сіздерге өте көмектеседі жаттығуларды істеуіңізге. Мысалы, шу сөйлемдеріңізде tomorrow, the day after tomorrow, next week, month, year, in 2 days, in hours, in a week деген сөздер көрсеңіздер, бұлар келер шақты білдіреді. Жақсылап қарап алыңыздар. Қағаздарыңызға міндетті түрде сөздерді жазып алыңыздар. Tomorrow дегені завтра, the day after tomorrow дегені послезавтра, ертеден кейін. Next day, week, month, year, следующий день, неделя, месяц, год. Келесі күн, апта, ай, жыл. Жазып қойыңыз. In 2 days, 2 күннен кейін, через 2 дня. In hours, бірнеше сағаттан соң. In a week, бір аптадан соң. Через 2 дня, через час, через неделя. Осы сөздерді қағазыңызға жазып қойыңыз. Сізде ол жерде бар. Келіңіз, келер шақтың болымды және болымсыз және сұрақ сөйлемдерді қалай аудару керектігіні өтеміз. Болымды сөйлемде subject келеді, одан соң will be келеді, үшінші орында тұрлаусыз мүшелер, secondary words. Ең соңында уақыт көмек сөздерін қоюыңызға болады. Бірінші зат есім келеді екен, көрдіңіз. Мысал ретінде айтатын болсам, мен ертең жұмыста боламын, или мен ертең Астанада боламын десек, I will be at work tomorrow. I will be in Astana tomorrow деген сияқты. Сізде қағазыңызда мынандай сөйлемдер берілген, сол сөйлемді, бірінші сөйлемді аударуға тырысыңыз. Аян был в Ташкенте, сейчас он в Шымкенте, и через 2 дня он будет в Астане. Осы сөйлемді мына жаққа аударасыз. Қаласаңыз, паузаны басуға да болады. Аударыңыз. Тағы да мен сөйлеуді жалғастырам. Болымсыз сөйлемде subject want be келеді, болымсызында сосын тұрлаусыз мүшелер, яғни secondary words келеді. Will not be-нің қысқарған түрі want be. Сіз осы формулаға қарай, мұна екінші сөйлемді аударуға тырысыңыз. Завтра мы не будем в кинотеатре, потому что фильм не будет интересным. Осы сөйлемді сіз жоғарыдағы формулаға қарап қағазыңызға жазуға әрекет қылыңыз. Енді сұрау сөйлем түсіндіретін болсам, сұрау сөйлемде will алдыңға шығады. Will, одан кейін зат есім subject, сосын үшінші орында be, төртінші орында тұрлаусыз мүшелер келеді. Завтра вы будете дома или на работе. Көріп тұрғаныңыздай, завтра сөзі алдыңға келіп тұр, бірақ сөйлемде формулада біз бірінші нені қоюымыз керек, екінші орында нені қоюымыз керек, соларды алдымен рет-ретімен қойып аласыз. Керексіз сөздер, мына уақыт көмек сөздеріні ең соңына қойыңыз. Ал
үш сөйлемді аудару үшін өзіңізге уақыт беріңіз, паузаны басыңыз. Келіңіз бір тексеріп көрейік. Бірінші сөйлеміңіз. Аян was in Tashkent. Now he is in Shymkent. In 2 days he will be in Astana. Екінші сөйлеміміз. Tomorrow we won't be at the cinema because the film won't be interesting. Үшінші сөйлем беріңіз. Will you be at home or at work tomorrow? Қателеріңіз болса қызыл ручкамен міндетті түрде тексеріңіз. Қандай сұрақтарыңыз бар, қай жерде қателестіңіз, неге түсінбей жатырсыңыз, бізге хабарласуыңызға болады. Қазірше паузаны басыңыз, асықпай қателеріңізді тексеріп алыңыз. Егер қандайдар сұрақтарыңыз болса, түсінбей жатқан нәрселеріңіз болса, осы номерге өзіме хабарласыңыздар. Міндетті түрде мен сіздерге көмектесуге әрекет қыламын. Егер тақырыпты тіпті түсінбеген болсаңыз, өзіңізге тікелей хабарласып, өзіңізге түсіндіре саламыз. Аман сау болыңыздар.